Ассалаумағалейкум ағайындар. Мен бүгін сіздермен Набиолла деген ақсақал таныстырам. Ол кісі арғы беттен келген домбырашы, сыбызғышы, сазгер кісі. Өзі күй шығарады. Сол енді Алтайдың ар жағында біздің қазақтардың шығарған күйлерін сіздерге жолдап ойнап береді. Нотасыз өзі 100-ден астам күйді жатша біледі. Сол кісімен танысып, сол кісінің өнерін тамашалап көресіздер. Құрметті көрермен қауым, мен енді өзім атым Набиолла Қоңыранұлы. Туған жерім Қытай мемлекетінің Алтай аймағы Буырсын ауданы, Оймақ ауылы Қаракөл қыстағында туған жерім сол жер. Біздің өнер иесі ата-бабамыздан бірге осы домбырамен жалғасып келе жатқан дарынды күйші, дәулескер күйші, елге танымал болған, әрі шешен болған, далалы тұлғалы болған адам біздің Бейсенбі Дөненбайұлының осының күйін жарыққа шығару үшін сіздерге мен оқырман таныстыра кетейін. Бұл күйдің негізгі Бейсенбіден жалғасып келе жатқан біздің атамыз Қолби Құмашбайұлы. Осы кісі дүз нөшегені таратып, осының 70-80%-ның өз Бейсенбі күйлері екендігін бүгін кейбір Моңғолы күйлері, яғни осындайлар бар. Және шертіп, көңіл көтеретін билік құрғандағы 4 билінген өз күйісінде күйлері бар. Осылар сіздерге шертіп, көрермен қауым сіздерге бір таныстырып қойайын деп өзімді таныстырып қоймақшымын. Сондықтан құлақ құлышын қандырайын. Сіздерге бір осыны интернетке шығарайын деп отырмын. Мына қамшының сабындай қысқа өмірдің ішінде бұл адамға бүгін бертең бе деген сияқты қисайып жастап, іште кеткен кейбір осы сияқты өнер майталмандардың күйлері іште кетіп қаламай деп, сондықтан халыққа, қауымдастықтың ішіне бір, халықтың ішіне бір танысып кетсін деп тұрмын. Сондықтан бірінші күйім менің домбырам деген күй. Бұл осы сол Бейсенбі Дөненбайұлдарының сол кезде шығарып жүрген күйлері болу керек. Екі домбыраның әңгімесін айтып беріңіз жаңағыдай. Енді екі домбыра, біреу сол бұраумен, біреу оң бұраумен бұрауылы тұр. Сол бұраумен бұралған домбыра көбінде мұңлы зарлы күйлер, яғни мұңлы күйлер. Жетім жесір біреудің әкесі қайтыс болған, яғни біреудің анасы, біреу мынасы деген сияқты мұңлы зарлы жетім жесір болған ерте кездегі кедей-кепшектер, жетім қыздар жаяу жүріп қаңғырып бірінен бір тамақ іздеген халық еліміз дамымаған кездегі сонда мұңлы зарлы күйлер. Бұл сол бұраумен жетіледі. Енді оң бұраумен негізінен қартып айтқанда көңілді көтертетін, көңіл күйді білдіретін, елдің ішін шаттыққа бөлейтін шаттықты күйлер жетіледі. Күй үштіге бөлінеді. Шертпе күй, төкпе күй, мұңлы күй деп. Біздің төкпе күйлер көбінде Құрманғазы күйлер, шертпе күйлер мына Тәттімбектің күйлері. Оның кейін Алтайдағы керейлер көбінде шертпе күйлер шетеді. Біз Алтай қоңыр күйлер деп айта береміз оны. Ең мұңлы күй сол бұраумен шетіледі. Оның ішінде де кейде сарында көңіл көтеретін күйлер бар, кейде ішінде мұңлық, зарлы күйлер де бар. Тыңдарман қауым, сіздерге осы күйлердің негізгі мән-жайы осылай демекшімін. Сондықтан бірінші рет орындайтыным домбырам деген күйді орындап берейін. Бұл енді
Şetpegi yok. Бұл енді четпегі.